Баршаңызға сәлем. Бүгінгі менің айтқым келетін тақырып бұл неге кәпірлер қатты прокачанный және мотивациялары да үлкен болады деген тақырып. Ең бірінші ол өзгерістің ерекшеліктері туралы айтқым келеді адам бойындағы. Негізі өзгерістің екі түрі болады екен. Өзгерістің жалпы екі түрі, екі есігі дейікші. Ол мидағы есік және жүректегі есік. Яғни мидағы өзгеріс, жүректегі өзгеріс. Осылай екіге бөлінеді екен. Мидағы өзгеріс ол белгілі бір ақпараттан және адамдардың берген какой-то бір ақпараты білімі немесе айтқан бір ақыл кеңесінен болатын өзгеріс бізде. Мысалға сізде бір какой-то бір запрос болады, сіз психологқа барасыз, және де ол сізге белгілі бір ақпарат береді, белгілі бір нәрселер үйретеді, және де сіздің запросыңыздың шешімі табылады да, былайша айтқанда. И оның сол психологтың берген ақпараты және де оның сол сеансынан кейін сіздің миыңыздағы гештальтіңіз жабылады. Сол арқылы миыңызда трансформация орын алады. Яғни сіздің миыңызда өзгеріс пайда болады, сіздің миыңыздың есігіне кілтін таба алады, былайша айтқанда. Эксперттер немесе кейбір жағдайлар, адамдар дейікші. Ал жүректегі есік ол мидағы есікке қараған кезде, мысалы мидағы есік ол белгілі бір ақпараттан немесе белгілі бір адамдардың себепкерлігімен ашылатын есік болатын болса, сондай арқылы болатын өзгеріс бола алатын болса, ал жүректегі есіктің кілті ол тек қана Аллахтың қалауында екен. Аллах бұйыратын болса, жүректегі есік ашылады, яғни жүрек арқылы өзгеріске ұшырау, жүрек арқылы барлығын өткізу деген сияқты түсінсек болады. Бұнда яғни ми арқылы өзгеріс болған кезде ақыл түсінеді, барлығын қабылдайды, бірақ жүрек арқылы бәрін өткізу үшін, жүрекпен қабылдау үшін оған Аллахтың былайша айтқанда бұйрығы керек. Андай бір жағдай болады ғой, мысалға сіз айтасыз да, например, мен білем, әке-шешеге ренжуге болмайтындығын, бірақ менде сондай бір реніштер бола береді. Немесе мен білем, былай істеуге болмайтынын, бірақ мен солай істей беремін, немесе соны біліп тұрсам да жасай алмаймын деген сияқты сондай бір белгілі бір білімге байланысты, өзіңіз үйренген нәрсеңізге байланысты действовать ете алмай жатқан болсаңыз, ол немесе сіздің Аллах тағаланың қалауымен болатын нәрсе ғой, және жүректегі есігіңіздің ашылмауының себебі болуы әбден мүмкін. Және жүрекпен түсіну кез келген ақпаратты ол Аллахпен отношениеңізге тікелей байланысты, яғни Алланың қолында, былайша айтқанда. Жүректің кілті Алланың қолында болатын болса, Алланың қалауынсыз ешқандай эксперт те, психолог та сіздің жүрегіңізге әсер ете алмайды сәйкесінше, және де Аллах қана аша алады да ол есікті. Ол есіктің ашылуының құпиясы бар, және де ол құпия салауат. Негізі салауаттың өте көп пайдасы бар. Сіздер тіпті Google-ға жазып, YouTube-ға жазып іздеп көрсеңіздер болады. Мен міндетті түрде бір ролик арнайтын боламын ол тақырыпқа. Бұйыртса, салауат айту, салауатты көп айтудың арқасында не то, что мидағы трансформация, кез келген нәрсені жүрекпен қабылдау былай тұрсын. Сол жүрекпен де, мимен де түсінген, қабылдаған нәрсемен әрекет ету де әлдеқайда оңайырақ болады екен Алланың қалауымен. Және де енді негізгі тақырыбымызға оралатын болсақ, неге кәпірлер, яғни дінсіздер, более прокачанный және өмірде мотивациялары үлкен, көптеген биіктіктерге барып және көптеген белестерді бағындырады. Сол тақырыпқа байланысты айтқым келеді. Неге шынымен де осы дінсіздер көп қарайсыздар, мысалға шетелдіктер болсын, немесе өзіміздің елімізде болсын, жалпы дінсіз адамдар көбінесе бай болады, успешный болады, мотивацияға толы болады, бір сондай өмір өте қызықты, былайша айтқанда. И олар ерекше білімді болады. Ал мұсылмандар, енді барлығымыз мұсылманбыз ғой. Сіз қарап отсаңыз, қарап отқандарымыз да мұсылман, мен өзім де Аллаға шүкір дейін, ең бірінші, бірақ андай болады да, не ақша жағы прям идеально емес, не ақыретіміздің идеально жоспарлап жасап жатқан жоқпыз, былайша айтқанда, не руханиятымыз ақсап
не бай емес, не тақуа емес, былайша айтқанда. Оның жауабы былай екен: оказывается, дінсіздердің жалпы адамның өмірі ол қалауларды орындаудан тұрады да, былайша айтқанда. Және де адамда 4 қалау болады екен. Ол балалық шақтық қалаулар, жасөспірім шақтық қалаулар, ересек шақтық қалаулар және қарттық шақтық қалаулар. Және осы 4 өмірдің бөлігінің қалауларынан өмір тұрады екен. Өмірдің формуласы: балалық шақтық қалаулар, жасөспірім шақтық подростковый, взрослые желания және старческие желания деп сол өмірді құрайды екен, оказывается. Және де ал біздің мұсылмандарға келетін болсақ, осы формуланың ішіне тағы бір нәрсе кіреді екен, ол өлім кіреді екен. Расымен де қандай бір мұсылман болмасын, ол намаз оқысын, намаз оқымасын, хоть ораза ұстамайтын, просто аллаға сенетін жүрегінде, бірақ ешқандай да мұсылмандық істемейтін сондай бір адам болатын болса да, ол өмірінде бір рет болсын хотя бы өлім туралы ойлайды. Мен қайдан келдім, мен қайда барамын деген сияқты, мәңгілік туралы ойлар оны мазалауы мүмкін деген сияқты. Және де біздер мұсылман үшін өлім өте қатты маңызды, және біз оны өміріміздің ішіне кіргізіп жібереді екенбіз. Біздің өміріміздің формуласы ол балалық шақтық қалаулар, жасөспірім шақтық қалаулар, ересек шақтық қалаулар, қарттық шақтық қалаулар және өлім екен. Тең болады өмір. Дұрыстар ма? Өмірдің ішіне бізге 4 қалаудан бөлек өлім де кіреді екен, өйткені мұсылмандар үшін өлім заты өте қатты маңызды. Қалай өмір сүрсең, солай өлесің деген сенім бар мұсылмандарда. Ол тектен текке айтылмаса керек, өйткені адамның өмір бойы мұсылман болып өтуі және өмірді идеальный тақуалықпен өткізуден бір бөлек, өлім сәтінде мұсылман болып өлу, солай Раббысына қайту әрбір мұсылман үшін ол ең ізгі арман, былайша айтқанда. Және жалпы осы жаңағы ең бірінші айтқан 4 қалау, ол в основном дінсіздердің формуласы да, былайша айтқанда. Олардың өмірі ол тек қана 4 шақтық қалаудан ғана тұрады. Ал біздің мұсылмандарға 5-шісі өлім кіреді екен. Және де негізгі айырмашылық, дінсіздер өмір бойы өздерінің қалауларын орындаумен өтеді. Олар өздерінің өлім сәтін ойламайтындықтан, бәлкім мәңгілікке де сенбейтіндері бар шығар арасында. Және де сол үшін олар үшін өздерінің қалаулары, армандары, мақсаттары олар бірінші орында, және олар өте үлкен, грандиозный, масштабный план болып есептелінеді да, өздерінің қалаулары мен мақсаттары. Ал мұсылмандар үшін қалай? Мұсылмандардың ең үлкен қорқынышы және ең үлкен арманы барлығы сол өліммен байланысты. Біз барлығымыз жұмақта аңсаймыз, тозақтан қорқамыз, Алламен қауышуға байланысты ойлар мазалайды, қалай болар екен деген сияқты мысалға. Және де кез келген мұсылман өлім сәтін елестетеді және оның қайырлы болып бұйыруын тілейді. Және соған байланысты өлім, былайша айтқанда, біздің өміріміздің формуласына кіргеніне байланысты біздің қалауларымыз өлімнің қасында бірге бір қатарда тұрады. Енді өмірдің формуласы бізде солай болғандықтан 4 қалау және өлім болғандықтан, өлімнің қасында тұрған қалаулар, арман, мақсаттар, олар өздерінің шынайы размерлеріне дейін кішірейіп кетеді екен. Мұсылмандар үшін жаңа айттым ғой, ең маңызды сәт өміріндегі өлім сәті деп. Және андай сенім бар ғой, негізі қайтыс болар шағында адамның аузынан су тамызып отырады екен. Мен негізі өзім қайтыс болып жатқан адамдарды өз көзіммен көрмедім, шүкір деймін ол нәрсе үшін. Бірақ айтылған сондай әңгімелерді көп естідім да, енді үлкен адамдардан жалпы деген сияқты. Өлім сәтінде адамның аузынан су тамызып отырады екен. Оның себебі өлім сәтінде сол мұсылман қиналып, шөлдеп жатқан кезде әдемі әйел кейпінде шайтан келеді екен, әдемі ыдысқа сылдырлаған суды алып келіп, сен бұны иманыңа ауыстыр, сен маған иманыңды бер, мен саған су беремін деп азғырады екен. Дәл сол өлім сәтінде даже бізді азғырып үлгереді да, бізді иманымыздан айыру үшін.
осы мысалдан ақ біз біле аламыз мұсылмандар үшін қаншалықты өлім сәті маңызды, жалпы өлім сәтінің маңызы өте зор екендігін сол әңгімеден ақ біле аламыз. Және де дінсіздер үшін өміріндегі ең үлкен және маңызды болып көрінген арман, мақсат пен қалаулар мұсылмандар үшін олай емес та, потому что біз ең бірінші сол хайырлы өлімді аңсаймыз, және де өлімнің шексіздікке апаратынын түсініп тұрамыз. Адам қаласа да қаламаса да оны түсініп тұрады да. Мұсылман адам болғандықтан өмірінде енді білмеймін, өлім туралы ойламайтын адам жоқ сияқты енді. Және де сол шексіздік қой, енді былайша айтқанда өлім шексіздікке апарады бізді, біздің сеніміміз бойынша. Және де сол шексіздің қасында шекті тез таусылатын өмірлік қалаулар, арман, мақсаттар, олар өздерінің шынайы размерлеріне дейін кішірейіп кетеді екен біздің санамызда. И сол қалаулар үшін біз былайша айтқанда терлеп тепшіп жұмыс істеп, қиналып, өйтіп жасай алмайды екенбіз да. Ол на подсознательном уровне жүреді в основном. Мұсылмандардың ерекшелігі сол үшін Аллахты дұрыс танымаса да, намаз оқыса да, оқымаса да, ораза ұстап ұстамаса да, ой, бір күні өлем ғой деген сияқты бір адамның ішінде ой болады. Және де ол ой оның осы өмірдегі материалдық құндылыққа деген желаниесін былайша айтқанда азайтады екен. Тежегіш болады былайша айтқанда сол нәрселерге ұмтылуға және сол нәрселерден мотивация алуға. Ал бұл нәрсе дұрыс па деген сұрақ туындайды. Әрине, бұл же сұрақтың жауабы әркімнің өзінің субъективті пікіріне байланысты. Және де мұсылман үшін өлім сәті маңызды екендігі хақ, айдан анық. Және де сол шексіздің қасында шекті сол арман, мақсаттарымыз біздің размеріне кішірейіп кететін болса, ол бәлкім дұрыс та шығар деген сияқты ой туындауы мүмкін. Бірақ өлім сәті маңызды болғанмен бұл өмірдегі бізге Аллах тағала босқа берген жоқ. Аллах тағала осы өмірде біздің өзіміздің потенциалымызды ашып, өзінің жаратуына сай біздің бойымыздағы қадір қасиетіміз, мінез құлқымыз, болмысымызға сай өзіміз Аллах тағаланың көркем есімдерін шағылыстыра аламыз. Сол Аллах тағаланың құдіретінің біз көрінісіміз ғой, былайша айтқанда бізді Аллах тағала өзінің құдіретімен жаратты. Біз Аллах тағаланың құдіретінің көрінісіміз. Және де осының алдында мен видеоларында айттым, мысалы бір адам әділ болады, ол адам Аллах тағаланың әділ деген көркем есімін сипаттайды. Бір адам ерекше сұлу болады, ол жәмил есімін сипаттайды деген сияқты. Және де кез келген адам солай Аллах тағаланың көркем есімдерін шағылыстыра алады. Және шағылыстыру міндет. Яғни біз өзіміздің шын болмысымызда өмір сүруіміз, әрдайым жақсылыққа ұмтылуымыз, адалынан еңбек етуіміз, қоғамға пайдалы болуға тырысуымыз, осының барлығы бізге парыз. Мұсылман адамға және де потенциалымыз бойынша өмір сүріп, өзіміздің болмысымызды танып, ол арқылы Аллахқа жақындап деген сияқты. Осының барлығы маңызды болғандықтан бұл өмірде материалды құндылықтың да маңызы бар. Өйткені көп нәрсеге қазіргі уақытта жету үшін материалды құндылықтың да маңызы өте зор деп айтқым келеді. Қалай өмір сүрсең солай өлесің деген сөз бар, ондай сенім бар. Ол нәрсе дұрыс сенім деп айта аламын. Және де бірақ бұл біздің материалды құндылыққа мүлдем ұтылмауымыз керек деген сөз емес, әрине. Өйткені әлсіз мұсылманнан бай қуатты мұсылман артық деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қателеспесем сөзі бар. Егер бір жерде қателескен болсам, мені комментарийда түзетуіңізді сұраймын. Және де бұл сөздермен менің шығаратын түйінім, адам үшін, жалпы мұсылман адам үшін дұрыс осознанно өмір сүру маңызды. Өмірден өз орныңды табу маңызды. Өз орныңды деген кезде абай атамыз айтпақшы, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп айтпақшы, біз өзіміз кірпіш ретінде осы өмірдегі кетігімізді табуымыз керек, өзіміздің орнымызды табуымыз керек. Ал өзіміздің орнымызды өзімізді зерттеп тану арқылы және Аллахқа жақындау арқылы танимыз. Және де өлімді ойлағанымыз да дұрыс, бірақ өлімді ғана ойлап, осы өмірді тек солай ғана өткізу деген дұрыс емес. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам
екі өмірді тең ұстауға тырысқан және соның үлгісі болған. Ал біз ең бірінші үлгі алуымыз керек адам сол кісі. Мұсылманның мотивациясы ақыретте өлімде болу керек, ол шексіздікті ойлау керек, бірақ соны ойлай тұра осы өмірде де жақсы адалынан дүние табуға да тырысу керек. Өйткені біз жасай алатын мұсылман ретінде көптеген жақсы істеріміз, мысалы қарапайым қажылыққа бару, садақа беру, зекет беру деген сияқты кедей немесе жалпы тұрмысы нашар адамдарға көмектесу, жетім жесірді бағуға тырысу, жалпы қайырымдылықпен айналысу деген сияқты кез келген іс қазір біздің былайша айтқанда жалпы қарапайым жүріп тұруымыздың өзі ақша. Сол себепті біздің бай қуатты бола алуымыз біздің қазіргі уақытта парыз деп есептеймін. Если біздің оған потенциалымыз жететін болса, бұл әрине Аллах тағаланың бізге берген мүмкіндігі. Және де осының бәрін істеп жүргеннің өзінде де осы дүниеде егін егемін және жемісін Аллахтан аламын деп әрекет ету керек. Ол дегеніміз Аллахқа тәуекел етіп, бірақ қолыңнан келгеннің бәрін жасап, бірақ нәтижесінде сіз баи алмай жатсаңыз, немесе бір нәрсе қолыңыздан келмей жатса, сіз әрекет еткеннің өзінде де онда оның қарымтасын Аллах береді деген сөз бұйыртса. Және де кез келген нәрседе жақсы болуға тырысып, адал болуға тырысып, Алланың құдіретінің көрінісі сізге қараған кезде Аллах тағала, ислам, иман, ихсан, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті деген сияқты керемет сөздер жалпы сізге қараған кезде, сізбен сөйлескен кезде дінге деген махаббаты адамның ашылатын болса, вот сондай үлгі болуға тырысу керек та адам өмір бойы. Өйткені осындай мақсатта жасалатын кез келген іс Алланың қалауымен берекелі болады. Және Аллах тағала ондай адамға мотивацияны үйіп-төгіп береді екен. Егер бірақ та андай сәттер болады, адамның частично адам өмір бойы енді депрессияға, выгоранияға ұшырап тұрады. Белгілі бір нәрсеге деген желаниесі кетіп қалады, тіпті менің өзімде де болады өте жиі. Және де осындай сәтте адамның бұл сезімдерге қатты беріліп кетпеуі маңызды. Өйткені сезімдерге қатты берілген сәтте де адам шайтанның азғыруына ұшырай алу қаупі жоғарылайды екен. Қатты қорыққан кезде, қатты қуанған кезде, тіпті қатты өмірден түңілген кезде сізді шайтан азғырып бастайды. Оны есіңізден шығармай жүріңіз. Шығармаңыз. Және де көп дұғада болу маңызды, көп жақсы істер жасау өте қатты маңызды. Бірақ бұл ескертулер сізді қорқыту үшін жасалып жатқан жоқ, жалпы имейте в виду деген сияқты. Одан бөлек айтқым келетін нәрсе, егер осындай депрессия, выгорание немесе мұсылманда жалпы ештеңеге желание болмаса, депрессияға түсіп кетіп, жалпы өмір сүруге деген құлшынысы азайып кететін болса, одан жасалатын түйін ол адамның қалаулары, мақсаттары ақыретте емес, осы дүниеде болып жатыр деген сөз болуы мүмкін екен. Оған да назар аудара жүріңіздер. Және де керемет бір дұға бар. Мен тек қазақшасын білемін оның. Ол Аллахым маған дүнием үшін де, ақыретім үшін де қайырлы болатын іспен айналысуымды нәсіп етші деген. Өмірлік ісін таба алмай жүрген, қандай мамандық таңдарын білмей жүрген, жалпы мен осы өмірден өз орнымды таба алдым ба, немесе таппадым деген сияқты ойда жүрген жандар болатын болса, осы дұғаны көп айтуларыңызды, және осы дұғаны айтар алдын көп салауат айту, осы дұғаны айту, содан кейін тағы да көбірек салауат айтуды кеңес етемін. Және де кез келген іспен айналысар алдын мен өз ісімді Аллах разы болатындай етіп жасау үшін қалай жасасам болады. Және де ол істі жасағаннан кейін де мен осы істі Аллах разы болатындай етіп жасадым ба деген сияқты сұрақтарға ойлануды тефеккур деп айтады енді түрік тілінде, яғни терең ойлануды кеңес етемін. Сол айтатыным. Қош сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.